Исламға тиесілі жерлеу рәсімі. Сұрақ көп. Сұрақтардың негізі Тәңір дінінде жерлеу рәсімі бар ма? Бар болса, исламнан айырымы қаншалықты дегенге саяды. Білу айып емес. Сондықтан қазақты толғандырып жүрген сұраққа тоқталып кетпесем болмас. Тоқталайын. Ақиқатында ислам дінінің үрдістері делініп, қазақ даласында атқарылып жатқан жерлеу рәсімдері дерлігі мен Тәңір дінінің жоралғылары. Себебі ислам дінінде адамның жаны кеудесінен алына салысымен өлік тез жерленіп, көрде мүнкур-анкур малкалар қабір сұрағын бастайды. Демек, қабір сұрағы дене жерге берілгенге дейін басталатын болғандықтан, исламда өлген құлдың денесіне тез жерлеу рәсімі жүргізіледі. Исламда тез жерлеу рәсімінің неге тез жүретінінің тағы бір себебі, қайтыс болған адам басы сәждаға тиіп, фарызын өтеп жүрген муслимин екендігінің айғағы. Өзі оқыған салаятымен қабір сұрағында тұруы керек. Демек, қайтыс болған адамның мүрдесін діндес бауырлары салаят пен салаяттың арасында ислам дінінің рәсімін сақтап, жерге тез беруі шарт. Муслим тез жерленбей қалған жағдайда біздің даламызда қабір сұрағы әлі сұралынған жоқ деген сылтаумен өлген адамның қаза болған салаятының өтелуін діндес бауырларының біреуі мойнына алып өткеріп жатыр. Бірақ өзге өлген адамның қаза болған салаятын оқып, оның ислами фарыздарының барлығын адал орындаған муслим болғандығына қиямет күнінде де жауап бере алам деп куәлікке тұрып, жанына сауға сұрауы Аллах тарапынан қабылдана ма, қабылданбай ма деген ой ешбір діндардың басына келмегендіктен, оқыған салаятының белгілі құнын еркін алып, діни жолда адал жүріп жатырмыз деп тіршілік жасауда. Қысқасы, тілін қалимаға келтіріп, муслим болған кез келген пенде үшін өлікті тез жерлеу рәсімі заң, сондықтан оны исламнан шеттету мүмкін емес. Демек, исламда тез жерлеу рәсімі бұлжытпай орындалатын заң болғандықтан, имамдар осы заңның орындалуын кез келген қазақтан талап етуге құқылы. Айтсақ та, айтпасақ та, бұл үрдіс бүгінгі таңда қазақ даласына бірнеше жыл бұрын келіп жетіп, әр жерде тез жерлеу рәсімі басталып, халықты таң қалдырып, жағасын ұстатуда. Таңғалатын түк те жоқ, себебі исламды қабылдап, еш нәрсеге қосақ қоспай, 5 уақыт салаятыңды оқып, муслим болып тірлік жасаған екенсің, өлген соңда сенің денең ислам дінінің заңды тәртібімен жерге берілуге тиіс. Ал тез жерлеуге көнбеймін деп қарсылық жасасаң, онда сен Тәңір дінінің өкілі болып табылып, исламды сатып, басқа дінді қабылдаған пенде болып, Аллахтың қаһарына ұшырап, муслимдіктен кетіп, жаһанамның азабын тартасың деген даудың астында қаласың. Исламды қабылдадың, көнесің, көнбей қайда барасың, біреулер көніп те жатыр. Құран аяттары өліктің басында айтылмайды, ол аят Аллахтың сөзі. Аллахтың сөзі өлікпен тең емес. Исламда өлгенге дұға түсіріледі, ал дұға Аллахтың сөзі емес. Сондықтан имамдар қабір сұрағы жүріп жатқанда періштенің ісіне кедергі жасап, әс-салаятқа тұруы күпірлікке жата ма, жатпай ма деп, аят пен дұғаның құдіреті тең бе, дұғада сауап бар ма деген секілді сұрақтарға Кораннан дәлел келтірсін. Бірақ пайдаларына тиер пітір садақаның қамын ойлап, солай да солай екен деп өтірік фатуа шығарып, ислам дінінің салт санасына қосақ қосып, қиямет қайымда болатын машхар күнінде қойылатын соңғы сұрақта имамдар жауапсыз қалып, Аллахтың қаһарына ұшырап қалып жүрмесін.